пайғамбарлар соның жапырағын алып шайып ішкен. Адам келіп тұр. Сөйтсе сидір талы анау ағаштың ең үстінде Құдаймен жолығуға барған Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз атын парақты сидір талына байлап, мынау қандай тал дейді. Сонда Жәбірейіл періште түсіндіріп жатыр, Құранда осы аяттар бар. Бұл тал сидір талы. Мынау қайсы бау. Сидір талы, сидрат деген тал, анау жәннаттың Кәусар бұлағынан тамырлар алады екен. Сол үшін пайғамбарлар оның жапырақтарын ішкен. Қазір бізге осындай профессорлар, осы сияқты тағы врачтар, осы Жұмабек Рамазанов, Құдай қазаққа бақ беремін десе, осындай үлкен кісілер береді. Негізі денсаулық. Мынау риш деген байлық емес, ол денсаулық ол. Шанс деген соны ал деп жатыр да. Аты да әдемі болған, бірақ Аллах субханаху ва тағала ішке ішетінді енді шығарды. Сонымен мен осы жерде 17 жыл жатып, оказывается, раковый клетканың 9,5 сантиметрді ештеңе көмбейтіндігін айтты ғой врачтар. Менікі 10 сантиметр жарылып кетеді, болып кетеді. Химияға жасатыңыз, тоқтатамыз. Химияға атқыз бердім, сен тоқтатса, мен жазылып кетпесем, мен химия не керек болмаған. Мен оқығам ғой анатомия. Өйткені сен мынаны врачқа айтып отыр. Сен мына нәрсені тоқтатам, жоқ қылам десем, көнейін саған, болмасын көнбейін. Химия іштен көнбей шыққанда, осы футбол бейметте сөйлеуде отырған Алла разы сол кісіге мен көп қарым умраға жібердім. Бір рет постоянно жәрдем беріп тұрам. Не болса да кішкене. Сол кісі маған, ата, кетіп баратынмын больницадан, отказ беріп шығып жатқанда мынаны ішіңізші. Менің де бір таныстарым осыдан кетіп қалды деді, мына футбол беймет. Ана қарап. Мына сөйтсем, келіншектеп қарса, бұл не десем, ол кісінің айтқаны балшық қой дейді. Құранда балшықтан жараттым деп жатыр. Жердің түбінде жасырын жатқан балшықта Аллах айтыр, турбату ардина бирихат багдинеш бассақын бізіне өріне. Сендердің балшық бүкіл ауылы ішкі сыртқаға ем шифа болады. Аллахтың құдіретімен кейін адамдар шығарып тапқан кезде де. Бұнымен заниматься етіп отырған қазіргі қыздарды бәріңіз заниматься етіңіздер өзіңізге. Бірақ киелі қасиетті жер анадан мынандай нәрсеге жұмыс істегіңіз келсе өзіңізге таза болыңыз. Бірінші дәретпен жүріңіз. Бірінші дәрет деген тазалық қой, дегеннен таза болсын. Сонда тез әсер болады. Мен айтып отырмын, жаңа 1,5 айда мен басқа шөп дәрілерді іштім, химикат шөп дәрілер бар да. Содан тоқтап келе жатты, мынау кездескен кезде жоқ болып жіберді, білесіз ба? Таң қалдым, өзін таң қалдым. Оқырман, бірақ бұл кісілер танымаймын. Шалғынбай деген досым бар еді, Мензарақтас деген. Сол ызбандайды бұл маған. Балшықтан бір не шықты, Испаниядан келе жатқан врач бар, танысайық деп. Ойбай, мен соны ішіп жатырмын балшықтан. Мынандай ме десем, осындай дейді. Сіз істейін десеңіз, мынаны таза дәретпенен сөйтіп бисмиллах деп турбату ардиния бирихати бақ, мен жазды ғана неге. Тураба деген топырақ. Аллахтың Құрандағы аяты, адамдар, Құдайдың атымен қолдансам мынаны таза дәретпен, бұл топырақ ішіңде сыртқаңа да Аллахтың үкімімен баратта жұмыс істейді. Оның ішінде, мынаның ішінде ше, мына кісілер айтып отыр ғой нелер. Оның іші тола құрт. Шынымен сізге іште құрт бар, бәрінде тасымалдаушы құрттар бар. Солар өліп қалғанда, енді Құдайдың үкімімен соғынан перегрузка беріп қойдық қой өзіміз. Ауылды жаратқан Құдай беретін Құдай емес негізі алатын өзін. Мен ауылды мен соған перегруз етіп бердім. Қол аштым бірдеңе, әйтеуір химикат жедім. Қазір бүкіл нәрсе бар, бәлкілер қияр сатып алып көп жейтін сөйтсем, бәрі химикат біліп шыққан қияр екен ғой. Содан тапқан білмеймін мен. Өзім неге огурцы құмар адам. Сөйтсем, оны барсам бүкіл мынандай таблеткерді ертіп құяды екен, мына неде қазір жемейтін болдым. Қазір үйге термист істеп қойдым. Қияр екен. Шынымен? Тоқтата адамдарды. Сол қиятам жеп ем тапқан кеселім, сол неде 64 жасында, 65 жасында өлесің деп больницадан шығады. Ал өлуге дайындалып, умраға барған, қажылыққа барған кебіндерді, және храмдарды кебін қылдық, мазараттың орнын алып қойды. Енді қайтеміз енді. Шынымен де мына былай жатсаң, былай ауырады. Енді ауқат жемейсің, мына салмағымыз 4 кіло болып қалады. Дәл сол кезде. Мына қызықты қараңыз. Енді шынымен де адам бірдеңеге мұқтаж болады ғой. Бұл мұқтаждық емес.
Аллаға мұқтажбыз. Сол үшін мына қасиетті жер анадан қолданған мына істеген адамдар мына жер ананы құрметтеп, сол үшін дәлетпен айтқан адамға түсіндіріп, ей, Аллахтың үкімі бол, сен мынадан жаратылғасың. Бұған жаңа сенбей жатқан адамдар көп те, бірақ сен бәрін осыдан жаратылғасың. Ішің толы осының вирусы. Мына қажетті вирустар ішіне барған кезде, ана қажетсіздерді өлтіріп, өзі орнына тұрады. Сөйтіп мен сызған мынаға сенбей, мына жерде бір Ақылойда ұрысып қалды, шынымен де. Олар бүйтеді екен, химия алмайсың ба? Қол қой. Қол қойғанда өлем деп қол қойсын, өлсең жауап білмейтін ол деп. Врачсың ба, сен қалай жауап білмейтін, сен қолын кесем, знат сен жауап білмейтін десең, шарт ұрыстым мен. Сосын бұлардан көңіл қалып, сызған қағылар 1,5 жылдан кейін тексерілді. Әйел ауырып қалды, жүрегіне не сызғандықтар, аматтар. Енді өзім нормально болды. Көп іштім. Білесіз бе, онда менде не жоқ, мынанда консультаттар жоқ. Мынандай консультанттар қазір бар ғой. Ол кезде дәу басыппен қарсы шетін білмейді, анау да білмейді. Дәу басыппен 3 мезгіл, 4 мезгіл ішем ғой бұл. Анау 33 мың тұрады, біреу қазір арзан ғой бұларда. Мына компанияда арзан. 33 мыңға сол 20 мыңға үшеуі тіркеліп кетіп аттығы 100 мыңдап кетіп отыр. Сөйтіп жаңағы жақсы болғанда да ішіп жүрдім. Енді зависим сияқты болып қалды, бірақ бұл нәрсе передрузовка зависим қылмайды адамды ше. Бұл өте керек, сау адам ішу керек, негізі. Ауырмай тұрып ішу керек қой бұны. Мен түсінгеніңіз организм уланып қалған, бәрімізде. Любой адам қазір магазиннен алып помидор әкеледі, огурец әкеледі, нанның өзі химикаттар тұрды, нанның бидайдың. Сол үшін мына бараттағы соң бар тазартып орнына өзі жақсы тасымалдаушы вирустар қояды. Білесіз бе, энергия деген тасымалдаушы вирустардан тұрады іштегі. Біздің оқуымызда. Солардың бір энергияны тасымаса, мына жақтан ана жаққа өтеп кетеді, төмендеп ауырады, сосын осы ісік пайда болады. Мынау соның орнына барып, сол құрттар ана жаманды өлтіріп, өзі жақсы барып тұрып алады. Бірақ стабильный 4 ай, Құранда 4 айда тағдыр тоқ бекітіледі деген аятта. Стабильный 4 ай, білмеймін, бұл кісілер қаяқтан алды 4 ай. Мен Құраннан алдым. Стабильный 4 ай, пол ешкім Сонда мен тексеріп сызған компанияда бұрынғы историямды әкелсем врачтар айтады, это не может быть, сіздікі емес, сіз қандайсыз, бұл мынау қандай деп, история болезнь. Өлетін адамның болезні қандай болады, білесіз бе? Бұл жерде қол қойылған. Дүниеден осыдан өтіп кетсем, мен мына врачтар жауап бермейді деген қол қойылған. Это история болезни өте тяжелый. Дұрыс істейтінді сондай жаңағы онкологический кетті. Енді қараңыз, мақұл енді бәрін әдде бірін айтты. Содан кейін барып тексерілгенде еш нәрсе жоқ менде. Қанымда да вирус жоқ. Я выйду с Сіздің профессор, врачтар,